Өз тілі жоқ ең танымал топ 10 ел. Сіз олардың қаншасын білетін едіңіз? Пікірге жазыңыз. 10-шы орында Австрия. Бұл елде австриялық тіл жоқ. Халық неміс тілінде сөйлейді, тек сәл ғана айтылу ерекшелігі бар. 9-шы орын Аргентина. Америкадағы үлкен ел, бірақ мұнда Аргентин тілі жоқ. Халық испан тілінде сөйлейді. 8-ші орында Бельгия. Бұл үш тілді ел, бірақ бельгиялық тіл жоқ. Мұнда неміс, француз және нидерланд тілдерінде сөйлейді. Сіз қай елге жақын болсаңыз, сол тіл қолданылады. 7-ші орын Канада. Мұнда канадалық тіл жоқ. Негізгі тілдер француз және ағылшын тілдері. Бұл тілдер Еуропадан келген, ал байырғы халық тілдері артта қалып қойған. 6-шы орын Бразилия. Бұл оңтүстік америкалық алып елде бразилиялық тіл жоқ. Мұнда португал тілінде сөйлейді, яғни бұрынғы ортаршылардың тілі. 5-ші орын Сингапур. Бұл бай қала мемлекетте ағылшын, қытай, тамил және малай тілдерінде сөйлейді, бірақ Сингапур тілі жоқ. 4-ші орын Австралия және Жаңа Зеландия. Мұнда негізгі тіл ағылшын тілі. Ал аборигендер мен маори тілдері тек мәдени мұра ретінде сақталған. Енді үздіктерге өтейік. 3-ші орын Мексика. Мексикалықтардың ерекше мәдениетіне қарамастан, мұнда негізгі тіл испан тілі. Ал майя және ацтектердің тілі тарих қойнауында қалған. 2-ші орын Америка құрама штаттары. Әлемдік ықпалы бар алып мемлекет, бірақ америкалық тіл жоқ. Барлығы Британиядан мұра болып қалған ағылшын тілінде сөйлейді. Айтпақшы, менің есімім Нұрмұхан. Әлемдік қызықты деректерді білу үшін маған жазылыңыздар. Ал 1-ші орында Швейцария мемлекеті. Өйткені швейцар ірімшігі, швейцар пышағы, тіпті швейцар сағаты бар, бірақ швейцар тілі жоқ. Оның орнына француз, неміс және итальян тілдері қолданылады.